Кеш жарық баршаңызға, Алдарыңыз Айдынбек Мұхаммед, физика ғылымдарының PhD докторы. Сонымен бүгін біз ақша идеал деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Мен қызық болған кезде осы нені запускать етіп күндіз бір видео салғам TikTokқа. Неке білмеймін, короче, кей жерлерде шектеулер бар. Былай. Біз нені аяқтадық? Ағылшын тілі оңай, ағылшын тілі ана тілі және ақша оңай деген тақырыпта. Мен ағылшын тілі болсын, кез келген тілді ана тілінде сөйлеуге болатын негізгі методикасын барлығын түсіндірдім. Жаңа бір методикамен бір жұмыс жасап едім, біраздың бастары сырып кете жаздады. Жақсы трансформация болды. Енді мен ақша идеал деген жаңа курсты бастап жатырмын. Ол 16 сәуір күні басталады. Тіркеу бүгіннен ашық. Бағасы анаған қарағанда өзгеше, бағасы 148 мың теңге. Білесіздер ғой, біресе 50 мың, біресе 148 ойната берем бағаны. Бағада тұрған әңгіме жоқ. Ендігі әңгіме 16 сәуірден 30 сәуірге дейін, айдың соңына дейін курс запускет етіп қойдым. Адамдар тіркеледі 148 мың теңге. Бірақ ол жерде жаңағы алдыңғы марафонның бүкіл методикасын кіргізетін болам. Не айтам? Бір нәрсе бар. Жалпы мен осы сала бойынша көп іздендім. Көп күш шығардым, оны біледі адамдар. Нағыз маман ретінде біраз нәрсені, жаңалықтарды өзім жасап шығам. Оған өте үлкен күш кетті. Сол үшін бұл оригинал. Екіншісі, мынандай нәрсе бар. Бұл нәрседен кету керек, оны түсіну керек адам. Адамдарға бірақ морал оқысаң өтпейді, бірақ айтып қоюым керекпін. Былай нәрсе. Мәселен, супермаркетке кірсең, магазинге кірсең, 1000 теңге берсең, 1000 теңгеге лайықты, мәселен, апельсин ба, 1000 теңге, 1 килограмм ба, 1000 теңге апельсин алсаң, болды, содан артық алмау керексің. Солай ғой норма. Өкінішке орай, адамдардың кішкене кезден бастап дағдыланған несі бойынша, олар 1000 теңге беріп бүкіл магазинді көтеріп алып кетуге дайын. Түсіндің ба? Сондықтан осы бір дүниеден оны білеміз ғой, онысы жоқ, ол әдет. Адамдар бұл дүниеге, мынандай дүниеге байланысты ол түсінікті шығар. Бірақ білім, ілім, энергетиканы сен өлшей алмайсың, оның аспаптары әлі шыққан жоқ. Саған пәлен жол, энергияның бірлігі жол ғой. Пәлен жол энергия кетті деп мен есептесіп атқан жоқ. Өйткені мен жүрді счетчикін әлі тапқырлаған жоқпын оны. Болашақта тапқырлайын шығармын. Счетчик дейміз ғой. Мынша энергия кетті, болды. Менің қазіргі счетчигім уақыт. Осы энергияның негізгі өлшем бірлігі уақытпен ғана өлшеп жатырмын. 1 апталық, 2 апталық деп, өйткені 1 апта, 2 аптада кәдімгі өзгеріс болады. Өйткені бұл соның бір несі. Неге 1 апта, неге 2 апта, неге 1 ай кебі. Одан басқа немен өлшеймін мен? Менде инструмент жақсы. Сондықтан 1000 теңге беріп, бүкіл апельсин магазинді көтеріп кететін психологиялық типтен кету керек. Бұл сондай дүние. Ол екінші, бірінші айтылды 1000 теңге мәселесі. Екіншісі, жазу керек адам. Мен өзімнің болашағында баюыма, немесе бай реалдығыма инвестиция салам, ақша салам деген нәрсе болу керек. Адамдар бұл деген ақша бер деген тілену емес. Адамдар түсіну керек. Реалдықты, сен энергетикалық зонаң үлкейген сайын сенде фильтрлардың жыртылатын автомат, сенің берім, алым берімің ұлғаятын автомат, оны білесіздер, өсе бересіздер. Көп адамдар осыны, кейбіреулерді білем, кейбір бизнесмендер айтады ғой, тәуекел болу керек, олар сол фильтрді жыртумен айналысып жатыр. Айналып келгенде фильтрді жыртып, сөйткен кезде біз үлкен ақшаға барамыз деген оларда бір таным бар. Десе де, бәріміз мәңгілік емеспіз. Өмірдің қысқа екенін түсіну керек. Ол өмір деген, бұл әлем бәрімізден қалады, дүние қалады. Бірақ десе де, бұл дүниені әдемі жұмыс жасап кетуге болады. Бұл дүние менен де сенен де қалады, соны түсіну керек. Бұл деген сөзім кішкене болса да сенің ішіңдегі фильтрларды босатады. Фильтрлардың кейде өткен фильтр жыртылған кезде адам нейроны шаршайды, дене трансформация болады, бас ауырады, әнжер ауырады, көңіл күй болмайды, бір шыт болып. Ол деңгейлерден өтіп кетесіздер. Бұл өте маңызды нәрсе. Сосын үшіншісі, екіншісін айттым, Үшінші мәселе,
мынандай типтен кету керек. Ол да бір тип мәселесі. Мен өзім өзгермеймін, бірақ сенен кемшілік табам деген психологиялық тип бар. Мен айтам, мен идеалмын. Мен таба алмайсың. Мен істерімнен, білімімнен, ілімімнен мен табу мүмкін емес. Адамдардың психологиясы мен өзім өзгермеймін, бірақ сенен мін іздеймін деген нәрсеге жатып алса, ол да дұрыс бір тежеуші күш ол. Ол біз ондай адамдарға, мен үнемі кездесем, ол жетеді. Ондай адамдарға кездескенде айтамын, это твоя права. Сенің мәселең, бас ауруың бұл, осыны жеңе алмай жүрсің, осы өзімді өзгертпеймін, бірақ мен сенен мін іздеймін деген. Өзімді өзгертемін деген кезде кішкене өзгереді ол. Өмірді өзгерту дегенді кішкене былай басқаша айтып қабыл. Өмірді өзгертпей ақ қойыңдаршы, өзіңді өзгертсең болды. Өмір автомат өзгереді ол. Сондықтан осындай бір сөздерде қарау керек. Өмірді өзгертемін десе, адамдар өзіне жұқтырмайды да трансформацияны, сыртқа қарай бағытта жібереді. Анау, мынау, баламды өзгертемін, или әйелімді өзгертемін, немесе күйеуімді өзгертемін. Нет, өзгертпе ешкімді. Өзімді трансформациялаймын деген нәрсеге қол салып кірсіңіздер. Бұл үшінші мәселе, негізгі мәселе бар. Төртінші мәселе, менден жаңа методика бар. Ол методикамен жұмыс жасайды адамдар. Сіздер, менің сабақтарым қызық болғанда, өте қысқа. 10 минут, 15 минут. Бітіруге тырысып жатырмын. Видео сабақ берем, 10-15 минут бітті. Қолыңа қалам қарындашты аласың, мынаны бастайсың, мынаны істе, мынаны сөйткен кезде сен ойланбай істеген кезде сенің миың реакцияға түседі ғой. Адамдарды былай түсініп алып, сосын қозғалтам десең, ми баспай қояды көбінесе. Түсінді бе? Трансформация болмай қояды. Өйткені ол ми жан ішіндегі сақтайды ғой өзін. Кішкене ауыртпашы, мен ауыртпашы. Қайтесің, айтпай бастап жібересің. Мынаны істе. Не болатынын сен де білмейсің. Мен білем оны, бірақ одан өткен. Сіз істеп көресің, сосын бар істеп кеткен 5-6 минуттан кейін трансформация басталады кәдімгідей. Оны менен курс оқыған бәрі біледі. Айтады, бас деген уже сынып кетті ғой деп. Сыну деген сөз дұрыс емес. Негізі кішкене трансформация, көп адамдар айтады ғой, трансформация екі типте болуы мүмкін деп. Приятно деген не? Жағымды немесе ауыр сыну деген. Мен айтар едім, жағымды болады. Жағымды артынан болады. Жағымды деген артынан жеңілдік болады сенде. Жеңілдікпен сенім мәселесі қонады. Басында сен түсінамай кішкене ойланып, қорғанып, айтып өтіп кетесің. Неже? Осылай да, түсіндіріп қояйын сендерге. Қалай болады бұл мәселе? Процесс қалай жүреді дегенде, пока білмей бастап жүресің, артынан кішкене сен шайқайды ішіңде. Сосын барып жеңілдік бітесің. Өйткені сенің ішіндегі көне нейрондық байланыстар үзіліп, жаңасы пайда болғанша чуть-чуть уақыт керек, түсіндір ма? Сондықтан бұл төртінші мәселе. Бесінші мәселесі сенім мәселесі. Енді мен енді бір адамдармен айтысып, оны жеңіп, дауласқаннан кеткен адам баяғыда. Мен олардың бәрін естіп миым ашып кетеді. Айтамын, қош деймін де, уақыт жоқ короче. Әлемде мыңғырық адам бар. Сенмен алысқанша сол, алыспайтын бір адаммен жұмыс жасайыншы деймін де, маған сол приятнырақ көбірек. Сенмен алысқан сайын мен жаным қиналады. Сен мені қинайсың. Еще жауап, сен еще сенімді боламын, сенімсіз, трансформация кезінде ондай нәрсе шығатын ақиқатта. Сенімді боламын, сенімсіз боламын деген әңгімеші, дәлелдеш деген нәрсе. Сондықтан сенім мәселесі трансформациядан кейін саған жеңілдік арқылы барып қонып келеді. Соны түсіну керексіңдер. Сенім мәселесі. Алтыншы мәселе, біреу жазып атыр. Күнде, мынау кім мына? Мығылы дейді. Мығыл дей ма? Бұл кешегі энергия ұрлайды, ақша ұрлайтын бәле ғой мынау. Мынанда кеш айтып қойғанбыз бұл, маған жеке жұмыс жасаған кезде кейде адамдар айтады да, өзімді жеңе алмай жатырмын, қиналып жатырмын, білмеймін, мені қолдамайды, бәрі демек, біз мынау мығыл дейма, мынау сияқты адамдар бар айналанда көп, бұлардың бар торможение. Десе де бұларды кейбіреулер хейтер, питер деп ат қойып апты. Мен хейтер емес, бұндай адамдар сен жақсы келентің болады. Бұл өйткені бұда процесс басталып жатыр, нейрондар. Оны түсінесің да. Оның проблемасы. Біздің проблема емес. Бұл проблемасын бізге лақтырғысы келеді. Ішіндегі негативін
біз алмаймыз, айтамын, ол сенікі дейміз, сенікі, ал ана проблема. Сондықтан бұндай адамдармен жұмыс жасаған кезде айту керексің, это сенің проблема. Алтыншысы, ақша жоқ деп келеді ғой адамдар, көбінің мәселесінде ақша жоқ деп айтады да. Ақша жоқ деген сөзді айтудың өзі, сол сөздің реалс болмыс дейміз ғой, болмыс, трейді болмысы ол проблема кәдімгідей. Ол кәдімгідей мәселе. Бірақ менің әлемде ақша бар, оның әлемде ақша жоқ па? Демек, ол кімнің проблемасы? Соны айтушы, соны ұстап жүруші адамның проблемасы. Бұл соны өз бетінше не шеше алу керек, или біз шешіп береміз. Бізбен бірге шешіледі ол. Түсіндір ма? Шеше алмай ма? Онда айтасың, оны жауапкершілігін алмаймын. Это сенің проблема. Ақша жоқ қып тұрған. Мен бір кезде мынандай бір сөз айтып едім. Бір туысқандарымыз хабарласты маған. Ауылдан. Қалаға барсақ, сол жерден жатақ, жеңгең екеуміз жатақ арендовать етіп, жұмыс жасасақ, сөйтіп не істейді? Короче, сен тыңдап отырсың ғой, сен тыңдап отырғаннан кейін жазып отырсың, сен кім тыңдап отырған, сен тыңдап отырғаннан кейін сен уже кете алмай жатсың, түсін ба? Сен тыңдамасаң кетіп қалу керексің, эфирде өшесің да. Вот әңгіме осында. Это твоя сенің проблемаң. Сен өзің проблемаңды алмай анаға лақтыр. Ешкім алып жатқан жоқ, сен өзің шешесің бұл проблема. Өйткені бұл ішкі негатив саған маза бермейді. Кеше де ұйқың дұрыс емес, бүгін де ұйқың дұрыс. Сөйтіп қинала бересің. Сен келме, біздің реалдық сенің мәселеңнен неғып қамайды, кеміп қамайды. Сол жаңағы айтайын әңгімемізді. Уақытында жауап беріп тастайын деген ғой, жазып тастағаныңызда. Сосын олар бір ауылда тұрады. Сосын мен айтамын, демек сен келейін деп тұр ғой енді. Былайша айтқанда сенің көлеңкеңде байысақ, жағдайымызды дұрыстасақ, уже кете алмай жатыр уже әлі мынау уже анау балға малшынып қалған бір шыбын аралар болып жатыр ғой, не қанатын көтере алмай сөйтіп жатыр уже. Қинала бер. Сосын мен айтып, сенің ауылыңда байлар бар ма? Мақсатың не? Баю керек. Кәсіп ашамын. Сенің ауылыңда бай бар ма? Бар. Үйің сол жерде. Сен сол жерде қоныс істеп жүргеніңе 10 жылдан астам болды. 10 жылдан бері жағдайың дұрыс емес. Демек, сенің реалдығында бай адамдар болса, сенде де баю мүмкіндігі болды. Байтқызбай тұрған сен бәле. Сен қайтесің өзіңнің кедейлік жауапкершілігіңді маған лақтырып жүрейін деп тұрсың. Нет, мен алмаймын сен. Тегін проблемалы адамдар менің әлемімде жоқ деген сөз бар. Жаңағы адамға қаратылған. Мынау эфирде сендер, мына сөзді көп қолдансаңдар болады. Қолданғанымда сендер қаншалық теңге түсінесіңдер білмеймін. Сендерге тегін проблемасын жаудырады адамдар. Неге? Тип болса, ол бар нәрсе. Бұл ғасырлан, мыңжылдықтан бері келе жатқан жын шайтан ғой бұл. Ондай адамдарға айтасың, менің реалдығымда тегін проблемалы адамдар жоқ. Тегін проблемалы адамдар жоқ дегенде не болады? Проблеманы сол адаммен бірге қолына ұстатасың, оны реалдығынан теуіп тастайсың, болды, все. Сол кезде тегін проблемалы адамдар жоқ деген. Неге? Адамның разумы түсінеді. Оған тәрбие айтсаң түсінбейді ол. Оны жеңіп те ете алмайсың. Сондықтан тегін проблемалы адам жоқ деген кезде ол сенің реалдығыңа кіре алмайтындығынан оның разумы хабардар болады. Оказывается, мен тегін етейін деп жүрмін. Енді мынау қазіргі осындай әңгіме, мынау бір мысал ғой мына жерде болып жатқан. 8-ші мәселе. Адамдар кейде сендер қарасаңдар сендердің қалауларыңды істемейтін сияқты өмірде. То сен А десең ол Б дейді, С десең Д дейді, байық десек жоқ дейді, шындық десең өтірік дейді. Сөйтіп миың шіртеді ғой әлемде. Бұның мақсатын түсініңдер. Көп адамдарға көп жағдайда ақша керек емес. Шын мәнінде. Ақша бұл жерде не бұрышым? Оған сенің энергияң ұрлау керек, вниманияң ұрлау керек, нервіңе тию керек. Сенің жүкеңді тоздырып, сені ауырту керек. Сенің энергияның есебінен ол қайтеді, күн көру керек. Былышқанда. Жаңағы сияқты адамдар болсын, өмірде сендерге посттардың астына негатив жазып кетеді. Оларға сенің ақылың да керек емес, ақшаң да керек емес. Оған саған тас лақтыру. Өйткені ол соған дәндеген тұқым тұқиянынан бастап бұл. Бұл паразит, информацияны паразит дейді бұны. Информацияны паразиттерге ренжіп, ашуланып, оны өшіріп, блокқа тығудың түк қажеті жоқ. Просто жаңағы бір ауыз сөз айтасың. Менің әлемде тегін проблемалы адамдар жоқ. Негативті жасау ол адамның қолынан келіп тұр. Бірақ мен жасап атқан жоқпын ғой. Демек сен жасап атқан жоқсыңдар. Сенің айналаңдағы әр адам проблеманы жасайды сөйтіп. Сенің жүйкеңе тиетін, сені кінәлау, сені манипуляция жасап, сені бір немесе арандатады сені кейде.
арандатады, иә? Біреулер арқылы, жан жақтағы, сенің айналаңдағы адамдар арқылы напряжение тудыруы мүмкін, сені жамандау арқылы да. Ондайлар бар. Біз жұмыс жасаған кезде шығады, айтады: менің әпекем, немесе менің ағам туыс туғандарды шулатып жатыр, айғайлатып жатыр. Біздің туыс мен туралы екіге жарылып тұр. Біреулер қолдайды, біреулер. Мен айтамын, екеуіне де сенбе. Қолдайды дегенге адамға да сенбе, қарсы болғанға да сенбе, шулатып жатқанға да сенбе. Бәрі сыпырта лақтырып жібереді. Сол кезде сен өзіңнің өміріңнің жаңа парақшасын сол кезде ашасыңдар. Әйтпейінше жан жақтан шабуыл сені осы уақытқа көшен жемтік болғансың. Ол жемтік болмаса адамдар осындай күй кешпейтін еді. Жемтік болғандығынан ауыртады адамды. Мен бір кезде айтып едім ғой, сенің ауырып қалуың, былайша мына сөздерді айтайын еще. Сенің кейбір адамдар бүйтеді, өмірде құлап қалдым, құлап қалдым дейді. Бақытсыз болып қалдым дейді. Немесе сәтсіздікке ұшырап қалдым дейді, бизнесте, кәсіпте, өндірісте болсын. Немесе денсаулықтан кеттім деуі мүмкін. Немесе психологиядан, энергия төмендеу. Осы 6-7 түрлі проблемаға кім кінәлі білесіңдер ма? Сенің айналаңдағы адамдар кінәлі. Сен соны түсін. Оның бірінші өзің де барсың. Но сенің айналаңда бүкіл адам кеше 1 күн бұрын, 2 күн бұрын, немесе 1 жыл бұрын, 5 жыл бұрын сенде жақсы еді ғой. Неге қазір олай? Демек, жаңағы сенің айналаңдағы бүкіл адамдар, ол кім бол, туысқаның бола ма, балашағың, солар мүдделі негізінен білсең. Оны көп айтады. Көп сол кезде ақылгөй болады сен еткенде. Сен мені тыңдау керек едің өз кезінде. Маған да айтқан бүйтеді. Сен өз кезінде мен сол бір бизнеске ақша сұрағанда беруің керек едің. Сол кезде бизнес ашып қоя салуың керек еді. Ақылгөйлер көбейіп кетеді, сол кезде түсінесің, газаптар. Оказывается, менің ауруым осы жаңа 6 түрлі мәселеге сенің ажырасып кетуіңе де олар мүдделі ол. Бұл ақиқат. Бұдан ешкім қашып құтыла алмайды. Бұл ақиқат нәрсе. Олар мүдделі, тілекші. Сонда мен айтам, сендердің кейбіреулерің мені көріп отырған, сәтсіздікке ұшырап, үйлі күйсіз, анау-мынау жүрсің, айт. Енді бұл үйсіз жүру, бұл бизнестің тіктелмеу сенің проблемаң болмау керек. Бұл айналады проблема. Саған кім сол туралы көп айтады, соның бетін айтасың. Бұл теперь сенің проблемаң. Үйсіз жүресің ба, айтасың ана. Сен үй алсаң болушы еді, сен туралы переживать ете береді ғой, айтасың. Мынау сенің проблемаң дейсің. Білесің ба? Мен бұдан бұрындарда айттым, кеше бір эфирімде айтқам. Мына ютубқа саламын тоже. Сен аямау керексің. Біреулерге жаның қатты бір жан ашып, өздерінше бір жанашырлық білдіргілерің келеді ғой. Сен жанашырлық білдіруің оның разумы үшін қорлау, таптау, сенімсіздік. Былашқанда оның жанашу деген, мен оның жағына мынандай сөз бар. Мен сендердің сөздеріңді түсінбеймін, әрекетіңді түсінемін деген. Сен қандай істеп жатсың, қандай әрекет жасауың, артында қандай із қалдырып жатсың дегенге білдіремін. Сол кезде бұл анықталады. Басқа жерде анықталмайды бұл нәрсе. Бұл жестко нәрселер. Сондықтан сендердің ажырасып кетулеріңе кімдер мүдделі? Айналаңдағы адамдар мүдделі. Сенің нейроныңмен байланыстағы адамдардың бәрі мүдделі. Өйткені олар, мен өз кезімде де айтқам, біреу өліп қалды, адамдар айтады ғой кейде, анау қайтыс болып кетті, жақсы адам еді ме айтам. Қандай сезімдесің деймін да, қандай сезімдесің, соны еске ал. Жаман сезімде болып жүрмін. Демек, сенің жаман сезімде болуың, ол кінәлі сезім. Кінәлі сезім. Өйткені сен оны кінәлап өлтіріп тастадың деймін да. Кінәлап өлтіріп тастадыңдар сендер. Бейсаналы түрде адам кінәлайды. Сөйтіп сенің кінәлі уытың ананы өлтірді, өлгеннен кейін сен қайтесің, енді анау жоқ қой ол адам. Сенің разумың сені кінәлайды енді. Сол кезде сен жаман дискомфорт болып анау переживать ете бересің да, өлмесе жақсы еді ана. Сол кезде мен айтқам, мынаның өліміне бәрің кінәлісіңдер. Өйткені сендерге бас қосу керек, осында өлім жітімде 40-ы, 70-і, анаусы мынау. Сөйтіп сендер тірілтіп алған жоқсыңдар, ол кететін адам кетті. Қайтесіңдер, осындай кезде сендер өмірдің құны сезіне бастайсыңдар. Сендер жайшылықтан жиналып, бір-бірлерін хабардар болмай, шындықты айтпайсыңдар сендер жайшылықта. Бәрі айтады ғой, өмір әзір ешкімде уақыт жоқ. Бүкіл барлық адам бүйтеді саған. Сендерге бүйтеді, уақыт жоқ дейді. Не деген сөз? Уақыт жоқ деген сөз. Өте үлкен сөз. Уақыт жоқ деген сөз. Сен менің үшін не важнысың? Мен үшін ақша важны болып тұр. Тірлік, тұрмыс, күйбің тірлік важны болып тұр. Оған жете алмайды да ол. Шеше алмаған, бүгінге шейін күйбің тірлігін шеше алмаған адам ертең шеше алмайды ол.
түсін сол кезде. Оказывается, уақыт жоқ, мен не важно мен. Өйткені саған нөл внимания. Сен туралы шындықты айтпайды олар. Сендер түсініңдер, бұл нәрсе басынан іс өткен адамдар, өмірде көрген адамдар мені былай да түсініп тұр. Айтады, Айдеке, дәл дозасын беріп атсың ғой дейді ғой. Өйткені доза ол. Кейбір мәселе мен білетін кейбір азаматтар бар, өз көзінде жалтырап жұлдыз болып, жұлдызы оңынан жанып, ақ деген алғыс, қара деген қарғыс, нормально кеткен жігіттерді ғой. Бүгіндері қарасаң, бір ит өлген ауылға барып жұмыс жасап, болмайдың бір лауазымда отыр кейбір. Не деген сөз? Сен сыртынан қара, ол оның разумы түсініп атқан жоқ. Неге сондай положениеге түскен? Ол одан да жоғары адам өмірінің соңғы тынысына дейін максимал деңгейде биіктей алады, мен сіздерге айтайын. Демек ортада бір құлап қалдың ба, түсініп, сен түсін. Какой-то энергетика сен соған итермеледі, сен апарып тастады сол бұрышқа. Енді сен сол жерде отыра берген тоқтат деп айтамын. Оларға бетіне сен талдау ойла, мынау менің реалдым. Бұл жерде мен бақыт тауып атқан жоқсың. Өйткені сен жұлдызың жанған адамсың өзің. Енді мына не отырсың, не әңгіме сенікі? Итак та өмірің өледі, итак та өлесің бәрі ертелі. Енді айтам мен. Итак та өлесің сен. Мінжеге отырсаң да өлесің, шарықтасаң да өлесің. Демек онда шарықтап өл деймін да. Не әңгіме мынау? Сөзіңмен іс әрекетін сәйкес келмей жатыр деймін да. Сондықтан или хотя бы эфир жүргізші өз-өзіңмен. Блог жүргіз хотя бы. Сөйтіп өз-өзіңді тәрбиелеп бірдеме шығып кетесіңдер. Әйтпесе, анау далада жатқан темірдің өзі ешкім тиіспесе де дат басып қурап кетеді. Жоқ болып кетеді біраз уақыттан кейін, жерге сіңіп, топыраққа айналып кетеді. Сол сияқты адам деген сөйтіп кетеді. Өмір солай. Менің всегда ұстанған бағытым только вперед, соңғы тыныс қалғанша. Бірақ өмір ұзақ емес, білесіңдер. Сонда білмейді, любой момент, не дейді ана бір сөз бар еді? Момента моря дей ма? Момента моря болып кетті. Любой момент. Сондықтан мен бүгін мына сөзбен қорытындылағым келіп тұр. Адамдар осынша жасқа шейін талай өмір сүрді. Сіздердің әркім әртүрлі жастасыздар. Ақшадан алым берім бар, бизнесте, өмірде, анау мынау. Сол кезде сен үнемі бейсаналы түрде переживать етесің. Білем, бір кезде ақша жетпей қалады, берген кезде, алған кезде. Бұл уақыт өте келе, сол бұл процесс бір рет істеп тоқтамайсың ғой сен. Үздіксіз бұл сенімен қатысты да. Ақша аласың, бересің, анаған төлейсің, сатып аласың, аласың ақша. Сол кезде сенде переживание болады. Постоянно осы бір сезімнен бастан кешесің. Сенің бұны ата-бабаң кешкен, сен кешкен, сен ДНК-ңда бұл жазылып тұр бұл. Переживание дегенше. Мен сол кезде сендерге адамдарға айтамын, сен ақшадан переживать етпе дейіп бер. Ақша не причем? Сен өзіңді переживать етіп үйрен деймін. Мен өстіп жүріп өліп қалайын шығар, бір жерде тоңқайып жолда кетіп бара жатып уже мерт болып кетуі мүмкін деймін да, жол. Сондықтан адам өзі туралы көп переживать ету керек mesela. Бұл жазып қою керек. Ақшаны переживать етпе сен, өзіңді переживать ет. Өйткені біздің өміріміз қысқа, ақшаның өмірі ұзақ дедім. Ол бәле өлмейді ол. Біріміздің солдай. Бұл концепцияларды паста, бұл жаңа әдеттер, жаңа ілім, жаңа дүние болғаннан кейбіреуге түрпідей тиюі мүмкін. Үшін кішкене қайта. Мәселен, бұны мен қай кезде меңгердім бұндай нәрсені. Айтайын. Мен өзі 8-ден кейін колледж оқып кеткен адам. Экономический колледж. 8 физика деген маманды, химия деген нәрсе, химиясы 9-да ма басталады. Физика әсіресе. Физика 7-ші класста басталады. Мен сонда 7-ші класс, 8-ші класс 2 жыл физиканы оқыдым да, тұп етіп колледжге түсіп кеттім. Физика жол ортада тоқтады. Өйткені физика ішінен бөлінеді өзі. Механика, молекулярный физика, термодинамикасы бар, И еще оның ішіне аэродинамикасы кіріп кетеді, арға электроника кетеді, ядерный физика кетеді, материалдық физика, сосын квант физика бөлінеді бұл физиканың ішіне. Бірақ оларға жеткен жоқпын мен. Енді бүткені бұл физика деген нәрсе ол әлемді таниды. Жалпы ақшаның айналу заңдылығы, сенің өзіңнің жұмыс жасау принциптерін жақсы білесің. Физика нормал қамтылған көп нәрсе. Электроника деген, тоқ, интернет, технологияның бәрі. Енді айтайын. Сөйтем да мен колледжді бітірем. Колледж бітірген қайтын университетке түсу керек болады кереш. Өйткені колледжден ұнамай кетеді. Маған не істеу керек? Жаңағы 4 жыл үзіліс жасаған физиканы қайтадан меңгеруге тура келеді маған. Ешкім ол 9-шы, 10-шы, 11-шы класс оқыған жоқ. Нені істеу керек? Осы кезде бұны айтайын дегем. Маған
өріс кернеуі деген сөз пайда болды. Өріс кернеуі. Не? Оны ұстай алмайсың, көре алмайсың. Өріс кернеуі, физикада өріс кернеуі, напряжение, поле деген бар да. Вот өріс кернеуі. Не бәле бұл? Сосын индукция деген нәрсе бар. Индукция деген. Магнит өрісі, электр өрісі, бұның бәрі көрінбейді. Күшке. Сосын Архимед күші көрінбейді бір, давление деген бар. Сосын Ом заңы, тоқ көрінбейтін дүниелер болып кетті да, физика. Бұл тек қана бұны сен осознать ету керексің. Кішкене кезінен ондай терминдерді миына сіңірмеген адам, оқымаған адам, біреу түсіндірмеген адам, өзің кеп соған кеп ұрындың ба? Бұл процесс сол кездегі мен сол жаңа терминологияларын сенің бүгінгі ақша ілім баю мәселесіндегі менің айтып тұрған жаңағы ақшаның энергетикалық өрісі, сосын ақшада кінә жоқ, ақшаны кінәламау, ақшамен сенің проблемаң еш қатысы жоқ. Бұл вообще классикалық сенің дүниетанымыңа қайшы біраздан кейін ақша. Дұрыс ақиқат осында жатыр. Өйткені біздің разум кер жұмыс. Адамдардың бәрі өзінің разумын қалай жұмыс жасайтынын білмейді. Сосын олар ұрына береді, дәлелдей береді. Мен сендерге айтқам, контроль деген нәрсе. Ол да көрінбейді, бірақ кәдімгі жұмыс жасайды. Міне физикадағы көрінбейтін тоқ, адамдар тоққа қарап көп ойлансыңдар, сендер қатты дамисыңдар. Сендерге бір бағыт берейін. Тоқ деген бәлеге қарап отырып, тоқты зерттеңдер. Тоқ деген не? Көзге көрінбейді ұстасаң өлесің әкең. Бірақ ол бүкіл цивилизацияны алдыға дамытып жатыр. Компьютер болсын, өндіріс, сосын генератор, двигатель деген бар. Генератор мен двигательді де қызық нәрсе екен. Генератор деген тоқ шығарады. Двигатель деген тоқты жалғасаң, ол қозғалысқа келдіреді. Мынау қозғалысты тоққа айналдырсаң, мынау қозғалысты тоқты қозғалысқа айналдырады. Өйткені бізге қозғалыс керек. Бізге кейде машинаны алдыға жылжыту үшін біз сол двигательдерді, генераторларды моторда қолданылады бұл нәрсен бар. Түсіне бастайсың. Менің неге бұл салада өте керемет грамотный ететін себебі менде полный бүкіл концепция іліммен жалғанып тұр. Ақшаның бүкіл механизмі физиканың заңдарына бағынатын нәрсе. Сондықтан көп адамдар кейде дәлелдеу деген нәрсені айтады. Мынандай айтатын сөздер бар. Бұл нәрседен кетіңдер. Бұл нәрсе адамды шектейтін нәрсе. Бүйтеді. Мен қанша ізденіп, сендер айтасыңдар ғой, мен күрес оқып жатырмын, ананы оқыдым, байымадым, бір кезде жақсы еді. Ана болмай жатыр ғой. Мына осы болмай жатыр ғой деген жерден басталады бәле. Осы жерде бұрайсың, бұл кванттық полядағы нәрсе. Осыны жаңағы контролды жіберу керек осы жерде. Контрол жіберген кезде кәдімгі кішкене болса процесс алдыға жүреді. Десе де оның механизмдерін мен дайындап қойдым. Тек қана қаламен сызып жұмыс жасасаң болған, артық дүниеге бармайсың. Сен әзірге әлем қай жерге келді? Анау кезде біреулер үйтіп бір видеолар жайлап жүр ғой. Мен қазір не дейді? Бір бай тауып бақытты болып кетсем деген жерге келдім дейді. Біреу айтады да. Видео көрдіңдер сендер ол. 4 баланы өсірдім, байға тидім, кәсіпті аштым, машина. Енді шетелге бір қыдырсам ба деген нүктеде тұрмын деп жазатындар бар. Қыздар, вообще манипуляторлар, қыздар деген сұмдық енді. Олар енді типа сол нүктеге келді деп тұр ғой. Не деген сөз ол? Самдел олар оны айтты, айтпады, ол разум жұмыс жасап тұр. Сендердің істейдің тірліктерің адамның, разумның, мына мидың қалай менің мынау физикалық денеме қалай әсер етеді деген нәрсені осы жердегі заңдылықтарды меңгеріп ал. Бұл кітапта да жазылмаған шығар. Оның бәрі былжырай беретін аша. Өйткені олар мен ашқан кейбір заңдылықтар ол кітапқа түсіп үлгерген де жоқ. Өйткені заман дамуы соншалықты сен жаңа версия, жаңа нейрондық байланыстарды ояту, түпсанадағы байлыққа деген жалғану, өзіңе түпсанаға байлықта терең егу деген нәрселер бар. Ол деген көзге көрінбейтін дүние, бірақ жұмыс жасау керек. Жестко влиять етеді, бірақ кәдімгідей. Сенің психологияңа, физиологияңа, мінезіңе, энергетикаңа, сенің айналаңдағы сенмен бірге өмір сүріп жатқан адамдарға керек болса. Өйткені сен де мен сол жаққа кетіп қалған адаммын. Сондықтан мен сендерге морал оқып шаршамайтын себебім сол. Өйткені морал жүрмейді, психология жүрмейді. Бұл заңдылықтар. Только А точка, Б точка, С точка кете бересің, дамытасың, жетілдіресің. Все.
өз кезінде маған біреудің айтатын сөзі бар, қатты өте маған сөз. Өз кезінде менің арманым тез орындалатын еді. Сендер де айтасыңдар. 10 жыл бұрын или бір 7-8 жыл бұрын менің армандарым оңай орындалады. Бірақ қазір арманың орындалуы қиын болып жатыр деп, неге? Өйткені сенің кванттық полеңа да влиять ететін заңдылықтар оянып шықты. Түсіндір ме? Сондықтан сені қоршаған ортаның бұл цивилизацияның әсеріне сен де ұшырап жатсың. Сондықтан сенің атқан оғың деген сенің арманың ғой, ниетің. Дәл попадать етпейді, короче. Қисық кетіп жатсың ғой, короче. Или төмен сенің оғың қисық кетіп жатыр. Өйткені сен дефектке ұшырап жатсың, әсерге. Ондай болады, біз резко жинайсың да, түсініп аласың. Болды, ол кезде сенде андай екі ойлық дуализм деген нәрсе болмайды. Дуализм деген или былай ма, или былай ма. Сондықтан мен өмірді айтам, толық я дейсің, или толық жоқ дейсің, бітті. Осымен өмір сүресің, шешті. Жақсы, сондықтан айтадым ғой, елдер былжырай береді ол. Ол философтар оттай береді. Оттай берсін, біз олардың проблемасы. Өйткені біз оларға философ бол деген жоқпыз. Олар философ болып жатыр. Рухани әлеммен тілдесу дей ма? Ойбай. Не дейді? Руханият әлемі. Біз жаннан тұрамыз. Біздің жанымыз ләззат алады, тәніміз бір бәле. Біз өзімізге сондай адамдар етіп, космостық энергетикамен шакра көздерімізді аштық дей ма? Жоқ. Бір ақша айтпайды ойламайлар. Олар ана жанның массажысы болып жатыр ма, бір бәле болды. Виртуалды әлемнің бір массажері болып жатыр ма, бір бәле болды. Адамды денесі ауырғаны кішкене массаж етіп, бойын жазады ғой. Аналар рухына массаж жасайды, бүйтейік, ауыр сөз айтпа. Сөзге мән, сөзді дұрыстайық. Разум қалай жұмыс жасайды, сен тірі биологиялық организмсің. Сен қалай действовать етіп жатсың реальностьқа. Мынау реалдық қалай құрылған, әңгіме жоқ оларда. Құдай жасады, Құдай өлмейді, тірілмейді. Ол бар болмағанда, жоқ болмағанда өздерінше бір кванттық әлемге кіріп кеткен бәрі. Пұс күре берсін олар. Білесіңдер ме? Олар күн, вақыт, әр вақыт мезет сайын олардың қолында ақша тұрмайды. Өйткені олар ақшаның негізі заңдарын білмейді. Олар иллюзияның күші жоқ. Өкінішке орай, олардың сенген ілімінің, білімінің күші жоқ. Мәселен, егер бүйтетті олар, мен бір тоқ тапқырлап алдым. Ол тоқпен мен машина жүргіземін дейді. Оны бірақ тоғын алып келсең, 5 волттық тоқ, или 1 волт, или 2 волт, или 24 волттық тоқта оның үшін тоғының. Ал машинаға, сварка аппаратқа 380-220 волттық тоқты тегізбесең, ол жұмыс жасамайды ол. Холодильник, телевизор, олар ладно, төменгі диапазонда. Үлкен дүниеге үлкен нормаль кернеу керек. Кернеу. Адам түсіну керек сөз. Олар жарайды, біздің жанымыз 5 волттық тоқпен жүрмес, біз осы артық етпейік, напряжение жасамайық. Йога, медитация деп сөйтіп өздерінше қойып, пұс істей берсін. Бұл әлемде мен көбінесе адамдарға айтам ғой, айналамдағыларға айтам, сен мына әлемді, миллиардтаған әлемді бақыттылыққа жеткізіп аламайсың, оған күшін жетпейді. Мойындау керек. Сен бірінші кезекте өзіңді құтқарасың. Сосын бар өзіңе байланысты қалғандар автоматты түрде ешқандай напряжение салмай күтусіз қалғандар түрленеді. Вот осыған келу керек, бітті. Сөзім түсінікті ма? Давай, жазыңдар. Бағана біреу анау қайда кетіп қалды, анау не кім тыңдап отыр, бір деген кетті, бір жаққа кетіп қалды анау, бар ма екен? Менімен алысып, вниманиямды алғысып, қайта. Байқұшын жаны қиналып жатыр, бір біле болып жатыр оны. Негатив создавать етіп жатыр ол. Адамдар кейде былай, кейде біз барымыз дейді, әлде бүйтеді. Біз барымыз ба, әлде мидың көрінісіміз ба? Ол философия ғой, бұл жыраған әңгіме, ақша туралы әңгіме айтсен. Қытай тілі бай ма, орыс тілі бай ма дейді. Тілдің барлығы бай. О бай, сіз ол не үшін сұрап тұрғанын өзіңе сұрақ қой. Бұл не үшін сұрап тұрмын деп. Не мақсатқа жеткің келеді, өзіңе қоясың. Сондықтан адамдардың сұрағын өзіне қайтарып, өзіне жауапкершілігін арқалау. Әрбір сұрақтың жауапкершілігі сіздің мойныңызда. Не үшін қойып тұрсыз? Қандай мақсатқа жеткіңіз келеді конкретно? Точканы айт деймін да. Или әзір сөзімді аяқтайын. Кейде біз офлайн жасаған кезде, өмірде эфир жүргізген кезде, біз өте керемет құнды нәрсе айтамыз. Менің айтқан нәрсеме жетпейді шығар. Құнды нәрсе айтып тұрған кезде,
осы менің санаммен қарым-қатынаста адамдар неше түрлі байланыста болады. Оны мен біліп тұрамын. Былайша айтқанда сендер де білесің. Ол мысал келтірейін. Қалай? Не айтқым келетінін азыр айтайын да түсінікті болсын. Тамақ ішіп отырсыңдар. Көп адамдар отыр. Ет бар, тамақ бар, музыка бар, күшті бар. Сол кезде топтың ортасынан біреу сенмен тілдесу үшін, сенмен пікір ауысу үшін агрессор болып кетеді. Агрессорлық орнады. Ол бір какой-то қисық бірнемелерді ұрынып, немесе саған ұнамсыз істерді істеуі мүмкін. Өрескел. Қалың елдің көзінше өрескел тірліктер істеуі. Бұған қарап не баға беруге болады? Бұл адамның разумы, байлықпен қарым-қатынасы осындай бір көрініспен, осындай бір болмыспен байланыс жасайды. Ол үнемі жақсылық келген кезде ода сол нейрон құтырады ода. Айтып едім ғой бұрын мысалы. Бір кісі бар еді, мал сойған кезде жынданып айғайлай беретін деп. Өйткені ол мал сою, ет, байлық қой, жақсылық. Ол сонымен дұрыс относиться, мейірімді түрде, көркем мінезбен, әдемілікпен, юмормен байланыс жасауға да болады адам. Нет, ол резко тарс. Бағанағы адамдардың хейтер деп сіздердің айтып жүрген, хейтер емес олар. Олар сенмен байланыс жасағысы келеді, но повод таппай жатыр. Былайша айтқан кезде әдемі бір қыз тұр, қалың жігіт тұр. Сол жігіттердің ішінде мен сияқты бір өте шебер жігіт, грамотны, әдемі, супер қызбен танысып, бәрін идеал істеп кетеді. Екінші жігіт қызды жамандауы мүмкін, или қызбен ұрысып қалады. Қызға ұнамайтын істер істеп кетеді. Сондай да сол сияқты адамдардың кез келген байлықпен болған қарым-қатынасында өте үлкен бір минустың бар екенін сезіну керек. Оказывается, мен де дұрыс емес, мынаны дұрыстау керек. Сендер сол кезде десеңінде, сендер кез келген, бұл не только адам, не только қыз, сенің алдыңа ертең конкретный контракт келеді. Нормаль сумма. 10 мың, 5 мың, 100 мың доллар, любой суммаға. Сен контрактқа отырғың келіп тұр бұл адам. Ол адаммен. Сол кезде сен ана адам мен сыйламай тұр, маған дөрекі сөйлеп тұр, мені бас игісі келіп тұр деп сен өзің столды бір қойып жұдырығыңмен кетіп қалуы мүмкін ананың сөз. Мен түсінем, айтам, молодец деймін. Ол өрескел анжеде грубо болып, өзі бір жақтырмай тұру мүмкін. Бірақ реалдық менің реалдығым, ответственность менде, ода шаруам не мен. Мен айтам, молодец, күшті, давай, істейік. Қайтесің, тілін табасың. Тілін табу өнері, бұл сенің реалдықты управление жасау шеберлігің деген сөз. Түсіндір ма? Әңгіме сол. Бұны былай да түсінуге болады. Қоғамда көп деген машиналар бар. Брендовый. Японский, китайский, германский, анау мына американский деген. Ішінде күшті бір брендтер бар, ВМБ, немесе жаңағы Феррари болсын, ар жағы басқасы болсын. Олардың кейбіреуінің жүрістері мықты. Бірақ бәрі де өмір сүріп жатыр. Қытайдың машинасы, Карстың машинасы. Демек, адамдардың ішінде де сол сияқты өмір сүріп жатыр. Бір адамдар бренді күшті істейді, бір адамдар әйтеуір өмір сүріп, бар әйтеуір. Сондықтан жұдырығымен столды бір қойып кету, үнемі бір мынандай бір мінез бар адамдар жасырын, кейде бір шындықты айтып, бетін айтып қойсаң, болды. Кімсің сен? Көрмегенім сен болайын. Әлем кең, деп, білесің ба? Маған бәрі, саған бәрі. Именно соны ізделкі жасалмай қалды ғой. Шаруа бітпей қалды. Ол не только ол соғыны, ол осы жасқа шейін сөйтіп жүрген. Ол үнемі бұны бір ауыз сөзбен айтып ол байлықтан бас тарту программасы немесе байлықтан бас тарту проблемасын жасау өнері деп айтады оны. Бұл бір ауыз сөз. Ол байлықтан бас тарту жатыр, бейсаналы түрде. И соның проблемасын жасап жатыр. Негізінде олай болмау керек. Сондықтан өмірде мен сіздерге айтайын. Ең соңында менің курсым 16 сәуір басталады. Мен жеке жұмыс болсын, анау болсын, мен айтам адамдарға. Менен кемшілігі іздеп әуре болма деймін. Ол затрат сен үшін. Просто затрат. Таппайсың. Это идеал. Сондықтан тақырып ақша идеал деген тақырып. Ақша идеал. Кейбір адамның мақсаты ақша емес. Сеніміңізде ол.
сені постоянно қайту унижать ету, постоянно сені кінәлі қылу, үнемі сені өйткені оған солған дағдыланған. Ол сені, оның бүкіл мақсаты сені жеңіп бас тигізсем, сол кезде әлем менің айналамды айналады деген. Одан да басқа тірліктер көп қой мына әлемде де. Одан да басқа тірлік. Сондықтан сендерге айтамын, даму, өркендеу, қаншама қыз келіншек, қаншама жігіт, қаншама еркек бар өмірде ойбай сүрініп қалдым, құлап қалдым, ажырасып кеттім, депрессия, мепрессия, ана мұны түсінікті, мен білем. Это нормальное явление. Но өтіп кетесің. Ол ұзаққа созылмау керек дедім. Мен оларға айтамын, ол ұзаққа созылмау керек. Бір күн депрессияда жүр, или жарты, все, ертесі оянда ұйықтатып кетесің ғой депрессияны. Түсіндір ма? Депрессия мен кедейлікті ұйықтатып кетесің болды. Все, ары қарай сен тірлігіңді істете бересің. Наркоздап таста оларды. Сен шебер болу керексің. Сондай велик, любой суммаға, любой әрекетке, кез келген тірлікке. Біреуді сендірем деп қитат етпе. Өзіңе сенсең болды, ол жетекті. Менің мынандай сөзім бар, мен өзіме шексіз сенем. Ол маған сенеді, мен оларға сенем. Мен өзімді шексіз жақсы көрем, ол да мен сені жақсы көреді. Көп адамдардың программасында мені адамдар қолдамайды. Мен вот сонда ол көне версияның әңгімесі дей саламыз. Сосын бір трансформациялаған кезде бұл өзгереді, нормально. Түсіндір ма? Все. Кішкене сұрақ демей қояқ, сценарийді өзгертейік кішкене. Да не айтқыларың келеді, айтыңдар. Адамдар менің эфирімде сұрақ қойға жатылып алған, сұрақ қойма. Бірдеме айт. Бірдеме айт. Или смайлик жібер, или бір идея айт деген сияқты ғой. Сценарийді өзгертейік. Бұл деген сценарий. Сценарий дегенді де айттым ғой. Бұл қайталана береді адамдардың өмірінде. Мәселен, үздіксіз ақша жетпей жүруі, ол сценарий. Былтырда жетпеген, арғылда жетпеген ақша, студент кезінде жетпеген жастайын. Ол бір сценарий жалғасқан, шұбарылған бір ұзарып кеткен сценарий, ол еще қайталана береді. Ол сценарий ұзарып атыр ақша жетіспеу. Қашанға сөйе тоқтататын кез келген жоқ, түсін сен кішкене өмірді. Бұл бекерден бекер болып атқан жоқ деген сияқты. Жақсы, мен короче қанша минут? 42 минут отырып көптік қой. Әзір сөйлеген кезде кәдімгі 42 минут ауыз шаппай сөйлейтін болдық. Давай. Бүгін қай күн өзі? Вторник па, среда ма? Көрейікші. Ағылшыншаны жыртатын деңгейде болатымыз. Бүгін четверг екен ғой, Құдай. Бейсенбі екен, ертең жұма намаз дейміз ба? Айтпақшы мынандай, алдыңғы жолы мен сіздерге бір күшті бір музыка қойғам. Эфирде бір музыка болды, соны ютубқа салсам, Тобы ютуб деген енді ақылды болғанда соншалықты. Менде ютубтан кейде анау, енді оған көп қарамайсың. Кейбіреулер адамдар ютубты доход көзі ретінде қарайды. Менде де ютубта 100 мыңдай подписчик бар, бірақ мен ютубты доход ретінде қарамайды екенмін. Ну, бола берсін деймін де, тастап қоятын жүрсін жүрмесе бас. Бірақ әр видеоға какой-то процент түседі. Сөйтсем ана музыкаға бола, ана ютубтан алған музыка, ол бір каналдың музыкасы ғой. Сөйтіп ана доход екі жаққа жіктеп қойыпты. 2 теңге түссе, 1 теңгесі маған түседі, 1 теңгесі анаған түседі қойған ғой. Атаңаны жарайды, білгендерін істеңдер. Ол нормально. Ол жерден дұрыс, ол ақша кеміп қалмайды. Ну что? Ақша менің достарым, ол өздерінің достарын ертіп алып келеді деймін да. Айналып келе береді. Сондықтан сендерге айтамын, осы уақыт көшен сендер бесплатный көптеген энергетикадан питать еттіңдер. Өте кедейлік апаратын сценарий. Жауапкершілікті алыңдар қолға. Жауапкершіліктерді алмаймын мен. Түсіндір ма? Мен айтам, шесте. И зерттейм, дәлші кете берем. Менің де кейде мынандай бір психология тип қалыптасқан, білесіңдер. Өмірде барда, сендер оны әсіресе оны кімдер сезінеді? Оны әсіресе бизнесмендер, миллионерлер көп сезінеді. Миллионерлердің ең бір ұнамайтын дүниесі оларға бір түрпі дейді. Елдер менен ақша сұрамасайшыншы деген. Содан елдің көзі түспеуге, кездеспеуге тырысады олар постоянно. Өйткені ол ақша сұраған адамнан зәтті уже шаршаған ол адам. Түсіндір ме? Кездеспеуге тырысады. Өйткені оның разумында елдер мені миллионер деп ойлайды деп. Сондай танымға сенеді ол. Шынымен елдер бәрі миллионер деп ойлайды. Шын мәнінде оның кухнясына кірсе миллионер емес ол. Ақша өйткені сыртқы байлығы, жебі, анаусы, мынаусы, дүниесі байлығы. Бірақ ол миллионер емес өзі. Ол миллионер шик алма былайшықанда. Түсіндір, миллионер емес деген себебім, адамдар ол миллионер, миллиардер деп ойлайды. Бірақ ол шик алма. Шикі.
піспаған шикі алманы жей алмайсың ғой. Шикі арбуз. Ол сол бір елдердің барлық миллионер деп ойлайды, бірақ ішінен ол піспай жатыр, пысамай жатыр өзі. Түсіндіңдер ме? Миллионер деген ол ақшаның көптігі деген сөз емес. Миллионер деген мынау миллионер болып пісуі жетілу керек адам. Іште таза, тәтті алма болу керек. Ол пысамай жатыр. Сондықтан ода бір дискомфорт постоянно болады. Сондықтан мені көріп отырған миллионер сымақ адамдар үнемі видео анау не дейміз ана блогерлерге сұхбат беріп, жаңағы мобилограф жалдап, кеш-кешен жүрген тышқаның бәрін салып шетелге. Мен айтам, сен сала бер. Сенің де кухняңды біз жақсы білеміз деймін да. Сен осының азабын тартып жатсың. Сен бұл шындықты қашан мойындайсың, сол кезде сен бана алмаң пысады. Әйтпесе мына шикі алма постоянно шикі болып тұра бересің, сосын сен дискомфорт. Ішіңдегі мен миллионер емеспін деп айтайын десең, көтің ашылып қалайын деп тұр. Саған не істеу керек? Иллюзиялық әлемде өмір сүру керексің саған, болды сол. Елдер мені миллионер деп бұс ойлай берсін, авторитетте бола берейін, өтірік құрмет, өтірік. Өйткені бұның бәрі жұмыс жасамайды. Адам қашан өзінің ішкі боқсыздығын бүкіл ашып, іште трансформациялаған кезде сен нағыз миллионер болып пысасың. Әйтпесе сен шикісің. Ана Қытайдың бір несі бар тұғын. Бұрынғы хандықтардан қалған вәзірлер бар ғой, қан ауысқан кезде вәзірлердің бәрі ауыспайды. Вәзірлер қалады, жұмысшылар қалады, иә. Мәселен, билік ауысқанмен бүкіл команда ауысып кетпейді ол жерде. Сонда айтатыны бар. Жаңа билікке келген адам айтады емес па? Мынау жаңа билікке келген адамның ең бірінші жауы ана көне биліктен қалған қалдық адамдар. Оның үнемі қорқынышы қалдық вәзірлер, бұрынғы патшаның адал мүриттері. Енді бұлар мені мойындамай жатыр, маған бас имей жатыр, маған мейір шапағат бермей жатыр деген. Шын мәнінде өзін өзіне бере алмай жатыр. Ол да шик алма ғой. Ол да шик алма да билікке, таққа, власқа сіңіп, қаны тәні сіңіп, осыны бір сезіне алмай жатыр. Сосын ол біреуді күсталап, біреудің желкесінен найзат тағып отыру керек. Неге? Бір жау тауып алу керек оған. Көне вәзір неге нәрсе бар? Бұрыннан ол көне вәзірдің осы ордадағы жүрген опыты жаңа келген патшаның опытынан үлкен ғой ол. Уақыт деймін бе. Сөйтіп сол келеді, ана патшалық соң айғайлай береді да бір фильмде. Сөйтеді да сонда ана көне вәзірлердің көзін құртқысы келіп тұр ғой, өзінің адамын қойғысы келіп жатыр. Сонда айтады ғой біреу, ақылсы. Патша оған айтады, қан ием, естуге қарағанда ол айтады емес пе, мен көне вәзірлердің кім маған қарсы шықса басын шауып қанына наншылап ішемін деп ше, өзінше сөйтіп қорқытады. Ашуланып сөз айтады, прикол тастамады. Көне вәзірлердің естуге қарағанда қаны қышқылтым келеді екен деп. Сөзде мен қышқылтымнан қорықпаймын, жынданады, көкбеттене береді. Мен бастарын шабам олардың, мен тобыттамам олардың. По-любому мен оның түбіне жетем деп жынданай береді да. Сөйтіп өзі өліп қалады ол. Ол өз билік. Міне, дәл осы билікке келіп, билікті сіңіре алмай, соның бір достойны адам ретінде сезіне алмай жүруі, дәл бүгінгі қоғамдағы мобилограф жалдап кеш-кешен жылтырақ нәрсесін көрсете беретін қағаз жолбарыс дейді оларды. Анау бұл қағаз жолбарыс деген Маузудың айтқан сөз Қытайдың. Кейін Трамп қолданып жүр ғой, қағаз жолбарыс деп. Олар қағаз жолбарыс. Олар иллюзияда өмір сүріп жатыр. Олардың бірінің күші жоқ. Шекесін өміріне шынайы кіріп барып, бетіне бір ауыз сөз айтсаң, құлап түседі сол жерде. Но бірақ ондай біздің мақсатымыз емес. Сен түсін, пұст бола берсін. Иллюзия уақыт өткен сайын құтты Алатаудың бөктеріндегі жатқан қарлар сияқты ериді. Еріп түсіп қалады. Иллюзияның күші жоқ. Міне, сондықтан көптеген өз кезінде чемпион болдым, мен олимпиаданың чемпионымын, мен UFC-де төбелескішпін, мен боксердемін, мен әншімін, мен блогермін деп көп адамдар өздеріне бір өзі көтере алмайтын жүкке бір андай жұлдыздық ауру дейді ғой, сондай етіп алады. Шын мәнінде сухой блатной ойлар дейсің, ол пуст өмір сүре берсін, тиіспейсің. Олар соның азабынан құтыламай жүргендер. Тастайын десе тастай алмайды, тастамайын десе ақшасы қалады, тастамайын десе анау энергетика оны бүкіл разумын контролдап тұр. Түсіндір ме? Сондықтан көптеген адамдардың болмысы осылай. Нағыз оригинал болып, бұл өмірде жақсы өздеріңе шексіз жақындаңдар, өздерінің новый версияларыңа.
өздерінің новый версияларына шексіз жақындандар. Сол кезде нормально боласыңдар, түсіндір ма? Все, бүгінгі әңгімеміз осы жерден тамам. Короче, мен 50 минут сөйлеп тастайтын болыппын әзір. Түсіндір ғой, Көне вәзірлердің басын шабам. Олардың қанынан нан жылап ішем десе сәлем. Вәзір, көне вәзірлердің қаны қышқылтым келеді екенсің. Мен қышқылтымнан қорықпаймын. Баж, дауысын тұр. Ана дауыс берген кезде кәдімгі дауыс бергенше не айттыңыз дейді. Видеоның соңынан тыңдап аласыз, мен сізге түсіндіруге міндетті емеспін, түсіндіңіз ба? Артынан қарайсыз ютубтан или инстаграм, тиктоктан. Тағы айтыңызшы дейді. Айтпай-ақ қойып бітейін енді жүрдім. Тоқтайын, өйткені мен ютубқа салам. Жарайды, айтсам кішкене айтайық. Ұзарсыз ұзара берсін. Түсіндір ғой негізі теманы. Сондықтан көп жағдайда жаңағындай жалған болатын ой болған шақтандар. Адам оригинал, ақшал болып жүрген адамдар бар ғой, бұны көп өзінде бұламда теңгелер көтеріп алады ғой. Міне мен деген не дейді, бір белес саласында трейдинг, міне ақша тауып жатырмын. Кеше былай болған, армандар орындалады екен деп. Мен сөйтіп ақшасын сөйтеді да, сен айтуың керексің, сұрақ қойың керексің. Қандай необходимость бар осы нәрсені көрсетуге кеткен. Түсіндір ма? Кейбіреулер айтады, міне үй деген пәлен төбе потолок 3 метр, міне алды кең деп үйлерін көрсет. Қандай необходимость бар бұны көрсет дегенде ішіне сұрақ қойды. Көрсете берсін. Мен уже қуанам. Әзір көрсетсе қуанадым болдым. Өйткені мен анау Нью-Йорктағы 500 миллион доллар, мынау Еуропадағы 200 миллион евролық үйлерді көріп үйтіппін. Ішіне де барып бүйтіп көрген жігітпіз. Сондықтан оны көрсетпейді ақылды адам, нағыз оригинал адам, оған уақыты да жоқ оның. Ол басқа тірлікті. Ол бірді екі қылсам, екіні 4 қылсам, 4-ті 5 қылсам деп сөйтіп кетіп бара жатқан адам ол. Оған түсіндір ме? Сондықтан біз біреулерге морал оқымаймыз. Сендер кішкене болса да ішіңдегі түйсік, интуиция шын айтады көп жағдайда. Көп жағдайда андай, өйткені көп адамдар мынандайда бір ақша көрсе еліргіп соның артынан ере береді, ақша сала береді ақша. Анау ақшаны көрсете береді, мынау еліріп сала береді. Сөйтіп талайы адамдар күйген, содан күйгеннен қорқық. Өйткені ол біраз қорқынышты жинап алды. Мен айтамын, сенімсіздікті сен не істеп алдың? Атыраватвать етіп алдың. Сенімсіздік дегенде бір өзі бір дән сияқты. Соны бір рет сенімсіз көрдің, екі рет сөйтіп сен ұлғаяды ол бәле. Ішіңде өседі ол. Сен ішіңдегі сенімсіздіктің, қорқыныштың қарағайы бүршік атып өскенде сен өз-өзің жеңе алмай қаласың. Сосын сен елдерден сенімділікті талап қыла берсің, өзің сене алмай тұрып. Адам өзі сенбеген адам елден сенімділікті талап қыла береді. Сен өтірік айтасың, алаяқсың, бала. Алаяқ, онда сен алаяққа ұрынбай өмір сүрді сен онда. Түсіндір ма? Сен онда сенімді болып өмір сүрді онда. Зачем бұл заңмен айтасың деймін да? Проблема кімде? Сенде. Өйткені сенің ішіңдегі мына нәрсе сен жеңе алмайсың. Көптеген адамдар өтірік өмір сүріп жатыр әзір. Мен білем, олар сухой, олар пустой олар. Сен қанша санаң өткірленген сайын, сен қайтесің, ана матырсаң, кері жүресің. Айналаңда ол адамдар сенен пәлен километр алыстап қажады кереш. Сондықтан өзіне шексіз сенген адам алаяқ қалданып қалам ба? Сен өйткені түсініп тұрсың, ол сенің алдыңа келген алаяқ болсын, алдамшы болсын, өтірік айтқыш біреу болсын, көпіргіш біреу болсын. Сенің алдыңда бар ғой, жөтеліп қалады ол. Мен айтам, мені біраз 1-2 минут тұршы деймін да менің алдымда. Кішкене жүрек, екеуміз былай сөйлесін. Ол не айтып жатыр, я дей бер. Жөтеледі біраздан кейін. Өкпесі кеткен қойлар құсап, мен сіздерге гарантия берем. Гарантия берем. Кез келген өтірікшіні алдыма келіп 2-3 минутта жөтелтіртем мен. Не үшін жөтелбасын деймін. Бұл все бұтты. Тела. Ол бейсаналы түрде сенің энергетикаң ананы қайтесің, түшкіртіп, қақылтып, шашалтып жібересің. Мұрнынан су ағып, грипп болып қалдың ба? Жаңа терезені ашып қойып, не? Терезе ашқан жоқ, сен екеуміз бірге жүрдік қой. Қашпайшы қайда. Сенің страхың оянып жатыр. Сенің ішінде иллюзия сынып жатыр деймін да. Мойында мұны. Куда дейінсің? Сен қашан кешен осылай өмір сүресің деймін да. Бұл деген груз. Өзіңнің өйткені адамдар кішкене кезінен бастап қалыптасқан өтірігін жасыру, қорқынышын жасыру өнері. Кез келген бәрінде кішкене кезінен бастап қалыптасқан бәле бол. Көрсетпе, түр берме дейтін бар ғой. Айт, мен сондықтан айтамын.
ішім алай дүлей болбаса, ішім алай дүлей болбады. Айт, қорықпатым, қорықпадым. Сенбей аттың анау мынау. Сол кезде сендер өтірік, бір бәле, өз өтірігіне сен деген сөз айтпайсыңдар. Өйткені сондай айтатын адамдар мың километр жерден қашады сенен. Шын айтамын. Сені көргенде оның бейсанасы адамды сондай энергетикалық күйде анау сезеді сені. Мынау деген сұмдық адам, мынау жыртады дейді. Сен жырта саласың, бейсаналда үндемей жырта саласың. Сендерге айтамын. Сондықтан сен ондай өзіне шексізденген адамда сенімсіздік мәселесімен көп жұмыс болмайды бұл жерде. Бұл жерде айтады, давай не шығарамыз? Келесі этап не? До конца жүреміз бе? Ну что? Қандай ой айтасың? Мынаны қалай дамытамыз? Мынаны қалай екі қыламыз? Бітті. Ең самый лучший вариант қайда тұр? Сонымен кетеді жұмыс. Ал анау болса, көп адамдар сенем, сенбеймін, әндем бүйтіп ішкі даусың бүйтіп тұр. Былжырағандық сенікі деймін. Былжырағандық емес. Сен уже әлің көшін, сен төмен плинтустың деңгейіндегі адамсың. Сенде мақсат та жоқ, миссия да жоқ. Сен өмір бойы елді тегін пайдаланып үйреніп қалған білесіңдер. Мына сетовый жағалайдың бәрінің беттерін айтамын. Сендер өмір бойы неге өзіңнің жеке компанияңды ашып алмайсың деймін да? Ақыры сетовыйге қызығады екенсің. Ақыры сетовыйда 10 жыл жүреді екенсің. 10 жыл бойы сенің бүгінгі істеп жатқан сетовыйың пайда болғанына 1 жыл 2 жыл болған. Неге сенің өзің жеке сетовый бизнесің жоқ? Маған да біреулер ұсыныс айтады маған. Ұсыныс айтқыш олар өздерінше. Сетовый сізде ақша жақсы көресіз ғой. Сетовыйда ақша бар. Мен айтам, сен сетовый бизнес ашқан күні барам деймін. Сен сетовый бизнес ашқан күні барам деймін. Олар айтады. Көп адамдар сетовыйге шақырса айтады. Сенің личный сетовый бизнесіңе барам дейсің бұл. Ана бір өткен бармайды, сенған барам деп айтыңдар. Не дер екен? Көттіреді сөйтіп. Өйткені ол өмір бойы компания ашып қалған адам. Түсіндіңдер ме? Ол тек қана ана сетовыйге адам тіркеп, әйтеуір бір неме лақават етіп, елдерді алдап сулап, өтірік тауарын пихат етіп, өтірік косметика емес, өсік батын мақтап сатып, өмір бойы мақтап өзі білмейді, оны өзі зерттемеген, сөйтіп эффекттерін анау компания жазып берген десе 1000 қолтып соған ертегісіне сеніп бір иллюзиясын сонымен ақша жасақса, содан ақша шықпай жатыр оларда. Бір банкротта. Түсіндіңдер ме? Мен беттерін айтам көбіне. Сен сондықтан маған айтам, сетовый бизнес істегіштіктер. Жеке сен сетовый компания ашқан кезде барам. Жеке тауарың тапқырла, жеке бір брендинг жаса, сөйтіп мені шақыр. Міне Айдын мырза, мен сетовый бизнес аштым, міне компания, міне тауар, міне тіркелді, мен барып тіркелем. Айтамайсың ба? Өтірік біреудің бизнес пірлігет етпе маған деймін. Өтірік әңгіме. Оны мен сенен де бұрын жақсы білем. Сондықтан естеріңде болсын, біздің көз лазер. Сенің бүкіл архив анау ДНК-ңды төңкеріп тастайсың бүйтіп бір-екі ауыз сөзін. Сондай нәрсе. Не қыласың ол әңгімені өтірік айтып? Сосын сол адамдардың барлығы өзінің сенімсіздігімен ойнап жүр. Анау сенбейді, сенбегеннен ақша бермейді, сен ақша. Сенде де миссия жоқ, мақсат жоқ. Қанша бизнес ауыстырдың сетовыйден? 3 сетовый ауыстырдым дейді. 4 сетовый, 5 сетовый жағалап отырған. 5-10 жылда 5 сетовыйға. Мына компания құлайды ертең, мына компаниялар. Ол сценарий ғой. 5 компания жағалаған адам әлі 5 компанияны жағаламайды дейсің бе? Жағалайды ол. Өмір бойы соған дәндеген. Сондықтан айтамыз, пусть дәндей берсін. Біз оларды уговаривать етпейміз. Олардың құт біздің әлемімізде болмағанына Құдайға шүкір деймін. Ондай елді пайдаланғыш, елге тек қана ұсыныс айтқыш, өз іштеңке жасамағыш, өзгермегіш, өзгергісі келмейді. Елді өзіне бейімдегісі келетін. Мен өзгеріп, сен де өзгер. Сондай болған кезде нормаль болады. Айтпесе бұнаның барлығы сен айтып отырған, сен сатып отырған, сенімсіздіктің әңгімесін айтып отыр, өзі өтірік тауар сатып отыр. Еще оны өз зерттемеген, түсіндің ме? Осындай нәрселер көпті әлемде. Сондықтан сендер біліңдер. Осы нәрседен құтылған кезде барып сендерде ақша келеді. Айтпесе, ақша бекерден бекер көттен кейін кетіп жатқан жоқ ол сетовыйда. Біреулер ақша таппай жатыр ғой, түсіну керек. Бұл нәрсені қате істеп жатырмын мен. Құдай көріп тұр бәрін, Құдай әділ. Түсіндіңдер ме? Ақша әділ. Мен бүлдіріп отырмын деп мақсат етіп, кішкене отырып үйде. Бір апта қалам мұрышкамен дос болып, тынышталған кезде ол адам өзгере бастайды. Әйтпесе, давай, 16 сәуір кездескенше. Сау-саламат бол. Ақша идеал. Ақшада мін жоқ. Біздің адамдардың жеке проблемасымен ақшаның ешқандай қатысы жоқ. Білсеңдер. Адамдардың жеке проблемасымен ақшаның ешқандай қатысы жоқ. Осыны миыңа сіңірген.
кейбіреулер осыны ой ақша болмағаннан кейін анау деп ете береді олар. Жауапкершілікті ақшаны мойнына іліп қойғысы келеді. Өзі мойныңа ақшаны ілесін деймін. Адам кішкене трансформациядан өту керек.